Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен люля кебаб жировой сетке дайындаймыз. Өте дәмді тағамдардың бірі, міндетті түрде жасап көріңіздер және де каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар тартылған ет, яғни майсыз фарш қажет болады. Сарымсақ, болгар бұрышы, пияз, укроп, бір жұмыртқа және де майда көзді теркадан өткен орташа картоп, куркума, қызыл және де қара бұрыш және де қойдың осындай іш майы қажет болады. Осындай жұқа жағын алып, жақсылап жуып, тазалап дайындап аласыздар. Ендігі кезекте жаңағы дайындап қойған укроп, болгар бұрышы, сарымсақ және пияздарымызды ет тартқыштың көмегімен өткізіп аламыз. Достар, менің каналымда кереметті рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Барлығын тартып алғаннан кейін үстінен картопымызды саламыз. Және де дәміне қарай бір шай қасық қатты толтырмай тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыштарды саламыз. Пакетиктерге қарағанда базарда келілеп сататын түрлерін қолдансаңыздар, дәмі жақсы шығатын болады. Қасықтың ұшымен куркумамызды және де бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Барлық қажетті заттарды мөлшерімен бірге описанияға қалдырып кететін боламын видео астында. Осылай жақсылап араластырып, қолымызбен ұрғылаймыз. Сонда ішіндегі артық ауалары кетіп, біздің люля кебабтарымыз қазір жасаған кезде піскеннен кейін шашылып кетпейтін болады. Сондықтан міндетті түрде осылай жақсылап ұрғылап аласыздар. Дайын массамызды енді осындай таразының көмегімен бірдей бөліктерге бөліп аламыз. Мен әрқайсысын 125 граммнан бөліп алдым. Сіздерде таразы жоқ болса, қалауларыңыз бойынша көз мөлшерімен де бөліп алуларыңызға болады. Менде осындай 7 бөлік болды. Ендігі кезекте жаңағы қойдың іш майын өздеріңізге қажетті мөлшерде ыңғайлап осылай кесіп аламыз. Және де ортасына фаршымызды салып, ұзыншалап қолмен басып ораймыз. Және де ішке қарай қайырып, екі шетін біріктіріп, жіппен жақсылап байлаймыз. Піскеннен кейін жіпті кесіп тастайсыздар. Және де айта кетерлігі, фаршты майсыз фарш алғандарыңыз жөн, себебі бұл духовкада піскен кезде барлық майлардың бәрі шығып, еттеріңіз шөгетін болады. Сіздерге түсінікті болу үшін екінші ретте көрсетейін. Осылай фаршымызды алып, қолмен ұзыншалап басамыз да қойдың іш майына ораймыз. Қойдың іш майының жұқа жағы болуы шарт. Екі жағын біріктіріп, видеодағыдай және ұшын осылай жіппен байлаймыз. Енді осыларды фольганың үстіне жайғастырып, қызып тұрған 180 градус пеште 40-45 минут аралығында пісіріп аламыз. Осымен міне біздің люля кебаптарымыз пісіп шықты. Осылай қызартып пісіресіздер. Өте дәмді тағамдардың бірі. Құдалыққа да, қонақтарыңызға да, отбасыларыңызға да жасап ыстықтай ұсынсаңыздар өте дәмді. Сіздермен болған Ақбота. Менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.